жалпы супер болып тұр ғой табиғат деген. Супер. Керемет жауып тұр. Қардың өзі. Керемет. Қазір бізде келесі күн депші. Келесі күн бізде қазір сағат 2:40-та фитнес-центрға болады, факультет сабағы. Сол есеп шығарамыз қысым тақырыбы. Келген кезде өйтеміз, короче. Так вот. Жалпы оқиғаларды қалай болсаң? 2 жылдан астам уақыт видео түсірмегенсің, неден бастарыңды да білмейді екенсің. Бірақ бірінші курста бір видео, екінші курста тағы бір видео, Ақтауға қатысты, үшінші курста мына үшінші видео бойынып тұр. Стабильность десең, так себе стабильность деп. Негізі бірінші, үшінші курс арасында, жалпы ұбт кезінде де менде кемі 20, может одан 30 кемі видео шығу керек еді. Осындай кереметтей әдемі боранды ауа райында жаңа влогымды бастаймын. Бисмилля, ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бұл жаңа влог. Көптен сәлем достар. Әрбір трек кіреді, керек етпейм мен доктор тренер. Мұның бәрі еңбек түп жеңбек. Берем десе беререк терезеден, шаңырақ керегеме керек береке. Берем десе беререк береке. Люблю букву R, чисто маңдай тер. В рэпе кондитер, туған жерді әндетем. Сенім бар, сенім креді. Жаратушыға мен сенің кредім. Жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасы. Фейс қара болса да жүрек қараймас. Жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасы. Бірге қайталап айтамыз қайырмас. 312 салам ішкекке. Бүгін астымды скалейт. Өзім Бруклинде, қазір жүргейде. Гece әзілі болейв, сөп акрасадей. Алдым атам форта паккеме картие. Преумысы қорқошынан дүндім бәтті деп келді ұғошынан. Себебі жаратқаным атаяны өзіме женіп кетчіме. Мәсіған. Не деген қарына? Сәлем достар. 2022-ның басын соңынан яқтан бастаған. Енді 2024-тің соңына қарай осы жерден бастайын. Бірақ та бір адамның перфекционизмінің кесірінен еріншектігі бар, ол бөлек әңгіме. Жалпы негізгі себеп перфекционизмінің кесірінен видеолардың бәрі өшіріліп кетті. Яғни мен видео түсіріп, монтаждаймын, ұнамайды, өшіріп тастаймын. Дәл осылай, яғни контент шықса, сапалы, пайдалы болу керек, яғни бәрі күшті болып тұру керек деген нәрсе. Яғни өте жақсы дегенге ұмтылу емес, идеалға ұмтылу да. Яғни бұл жақсы, идеалға ұмтылған, тағы да басқа, бірақ кейбір кезде қолымнан барлығын істеп, болғаннан кейін жіберу керек та. Яғни мен болды, осыны істедім, барымша осындай шықты, алдағы уақытта жайлап түзелерміз дегендей. Сондай нәрсе. Сол қаншама видео бәрі кетті, бірақ ештеңе етпес, алдағы уақытта толыққанды тағы түсіретін боламыз. Енді қазір мен 3-ші курста оқимын, физика пәні мұғалімі, Ақтөбе қаласы, Құдайберген Жұбанов атындағы университет. Дәл қазір мен Ниш мектебінде алдапталық практиканы өтіп жатырмын. Педагогикалық практикамыз активті 2 аптамыз өтіп кетті. Енді осы бүгін вторник, понедельник, бүгін дүйсенбі, алғашқы 3-ші аптамыз, алғашқысыз. Сондай нәрсе. Жалпы ағылшын жағынан мен бегинерден бастаған болсам, бірінші курс кезінде егер айтсам, қазір 3-ші курс кезінде upper intermediate деңгейінен бастап оқи бастадым, бірақ қазір кішкене сәл-пәл бүйтіп кетіп жүрмін. Бірақ та жалпы жайлап кітап оқып бастадым. Яғни бірнеше кітаптарды бітірдім. Толық мағынасын түсінбесем де, жалпырақ общий сутьтарын түсініп, өзіме керекті деген ақпараттарды алдым. Жалпы осындай, мына айтқан сен кітабы, мүмкін реклама десең. Қайдағы реклама деп па?
бұл кітапты негізі мен 3-ші немесе 4-ші сыныпта оқып тұрмын. 2 рет оқыған кезде, бірінші және екінші рет оқыған кезде, жақсы, пайдалы деген сияқты, білем деген сияқты болды. Бірақ та негізі андай нәрсе бар. Мен білем деп оқу, яғни оқыған кезде, мысалы ұйқы, білем, 90 минут бір цикл. Білем дегенде ақпаратты негізі қабылдау қиын болады. Негізінен. Бұл қажеттілікке қарай оқу деген нәрсе бөлек болады негізі. Яғни алдын ала оқу бөлек, яғни болашақ жайлы мысалы болмаған нәрсеге қатысты оқу. Мысалы қазір мектепте оқитын болсаң, университет кезіндегі нәрсені оқу мүмкін кішкене қатты пайдасын бермеуі мүмкін, бірақ сен универ кезінде оқуың ол бөлек пайдасын береді. Бірақ бұл жерде қайталап оқу да маңызды рөл атқарады. Себебі бір кітапты бірнеше рет қайталап оқу, ол бір кітапты әртүрлі көзқараспен оқу дейтін нәрсемен болады. Мен бұрын түсінбейтін едім, яғни киноның өзін бірнеше рет қарау маған өзім үшін қиын болатын еді. Ол қалай бір нәрсе көрген нәрсені қалай оқу деген, көру деген. Енді бірге оқыған кітабын қалай бірнеше рет оқисың деген сұрақ. Бірақ та өзімнің спискімда, яғни өзімнің ойша спискімдегі кітаптар бар, қайталап оқуға тұрарлықта, яғни осы ішіндегі ойлары тұрарлық, яғни осындай кезде керек болады деген нәрсе. Яғни осы сен кітабында қазір мен 8 бетін оқыдым кеше, қазір емес. Тайм-менеджментке қатысты, оны алдағы уақытта толыққанды айтатын боламын видеоларда. Соны жайлап көре беретін боламыз. Сол енді қазір мен қымыжымды жазуым керек ертеңгі сабаққа. Электр кедергісі 10 заңы 8-ші сынып. Сондай жағдай. Мінекей. Ойбай, мынау басқа нәрсе. Мынау тоже басқа нәрсе деп ше. Так. Ағылшын тілінен кітапты бастадым. Жалпы Outcomes деген. Енді бастаймын. Интермедиат деңгейі жалпы негізі апайымнан сұрағам. Ағылшын апайымнан қандай кітаптар жақсы, не істеген, яғни IELTS тапсырар алдында деңгейді көтеруге қандай кітап жақсы деп. Негізі English File-ды оқиын ба, немесе English Grammar in Use деген бар. Соны оқиын ба деген. Жалпы осы кітаптың жалпы күрделілігі жағынан да жақсы, жалпы өмірде қолдануға да жақсы деген. Outcomes деген кітап. Сол осы кітап бойынша және тағы да сол English Grammar in Use-ді тағы да қосымша кітаптарды соған осы кітапқа қарай қосымша қолдануға тырысамын. Жалпы кітап мындай екен. Кішкене қысқалып зор. Бірінші главадан екінші главаға дейін, жалпы екінші юнитқа дейін 8 бет, одан кейін 2-ден 3-ке дейін 10 бет. Және дәл осындай жүйемен 16 юнит бар. Жалпы 12 аптаның ішінде бітіргім келіп тұр. Бұны неге айтып жатырмын? Бүгін, яғни 14 күні, 14 мен 06 шілде, яғни 6 шілдеге дейін 12 апталық жүйені бастамақшымын. 12 недель в году деген кітап бар. Сол кітап бойынша бұған дейін де істеп көрдім, бірақ оның тек қана бір мақсаттың өзі орындалды, 1,5 мақсат орындалды. Қателіктерден барынша сабақ алып, жаңа жүйемен кіріспекшімін. Бұны неге айтып жатырмын? Тағы да мына егрететімді жай ғана жүйемен бөлісу мүмкін біреуге пайдалы болып қалар. Осы жүйемен көрем, 3 айдан кейін қандай нәтижеге жететінімізді бірге көрейік. Кеттік, бастаймыз ба? Бірінші юниттен бастап бұл олай болады. Entertainment деген сөз развлечение. Осы жерде өзім қатты жақсы көремін негізі. Үй жақтағы бір жақсы жерлер өткен керек. Бірақ мына машиналардың шумы болмаса, негізі мына бір таңғы серуендеуге жалпы күшті жер. Кейбір нәрселер етіп қалған кезде. Енді қазір мен тренировкеге бара жатырмын. Ағылшын оқып болдық 2 беттей. Жалпы кітаптың ауырлығы жағынан жалпы нақты дәріс ете алмаймын. 2 бет оқысың. Бірақ ең бастысы кітап жайлы басталды. Жалпы habits, әдеттер жайлы айтылды. Керемет жалпы. Күшті болып тұра барай. Мына ауа райы деген жаңбыр жауып тұрған ауа райы.
үйім жап-жасыл болыпты бәрі. Маяқтың бәрі де керемет. Мынау или осының ар жағындағы автобус өтіп кетті. Енді неше минут екен? Үлгере өтіп екен сабаққа. Ойбай, тренировкаға. 7-13. Bu da 38. Göremiyorsun Deniz. Öldüredik hem. Öldüreceğim. Peki. Orada. Тренировка. Енді алмай. Что жалпы? Жақсы. Енді қазір үйге жетіп алсақ. Және бұл видеоның да мен қаншалықты сапалы болатынын білмеймін, бірақ бұл видеоны салудың өзінде де бір белгілі бір қиындықтар болады. Мен оны білем. Қай жағынан мен мына видеоны монтаждаған кезде, блин, ана былай жасағанымда ғой, мынаны бүйтіп түсіргенімде ғой, бұл жерде басқаша сөз айтсам екен деген сөздер сияқты бір өкініштер де болуы мүмкін. Бірақ бастысы салу, одан кейін ары қарай уже түзелеміз. Жаймен деп әр видеомызға белгілі бір сапалы дүниелер қосып, жайлап дамытуға болады да негізінде. Бірден бір идеальный видеоны салғаннан гөрі бірнеше видеолар салып идеалдыққа ұмтылған дұрысырақ деп ойлаймын. Сол менің үлкен бір қателіктерім болды. Бұл нәрсені біз өмірімде де мен көре алдым. Себебі перфекционизм деген нәрсе түбі бір қазіргі менің ойлауымда кейбір дүниелерді құртады негізінде. Перфекционизм ол қай кезде жақсы? Мүмкін ол дәрігерлікте немесе адам өмір сақтап болатын мұғалімдік секілді, дәрігерлік деген секілді салалардың әрқайсысы таяқтың екі ұшы емес бірнеше ұшы бар деген ойдамын. Сондықтан осындай тұжырымдамын мен қазір. Жалпы осы айтқым келген, бұрыннан бері айтқым келіп жүрген нәрсенің барлығы осы. Себебі мен ютубты табыс көзі ретінде мақсатымды көрмеймін. Мен ютубты хобби ретінде, бала кездік арман ретінде әлі де қалады менде сол. 100 мың подписчик жинау, миллион подписчик жинап, кнопка алу деген, жалпы қазақ ютубын, қазақ тіліндегі контенттерді дамыту деген ой әлі менің арманым. Бұйырса сол арманыма жеткім келеді. Сол нәрсе. Опана, әдемі болып тұр екен. Бисмилла. Ана жақтан автобустар уже келмейді екен. Ана жақтан автобустар келмейді, неге? Себебі автобус өтіп кеткен. Ана мен сөйлеп байтқан кезде. Сондай. Енді қазір үйге барып, үйге жетіп алу керек бірінші. Автобус жоқ, үйге жеткенше примерно бір 40 минутты бір сапалы өткізу керек. Күндік жоспарымды белгілеп жатырмын. Қаншасы орындалды, қаншасы орындалмады. Жалпы бүгін 100% орындалған. Оның бірі көрсетіп берсем, жалпы біреуге мүмкін үлгі ретінде болар, мүмкін біреуге шабыттандыруға. Оның бірі репетитор физика деген кітап. Жалпы кітабымыз бізде 850 беттен тұрады. Ішінде жалпы есептердің шығарылуы, есептер берілген. Жалпы 853-ке дейін жалпы 850 беттік күніне 10 беттін оқитын болсам, 12 аптаның ішінде, яғни 84 күннің ішінде толыққанды бұл кітапты бітіріп шығамын. Бұл жерде бізде механика және де молекулярный физика, термодинамика тақырыптары бар. Жалпы білімді тереңдетуге, менің физикалық мұғалім ретінде білімімді тереңдетуге өзің септігін тигізеді. Жалпы өзіме ұнайды. Сондықтан өзімнің мамандығымды толыққанды игерген үздік керемет ұстаз болғым келеді. Соның бұл алғы шарты қадам. Бұл кітаптарды ұзақ оқымаймын, бұларды оқып болдым. Күннің барысында қазір мен финансистика кітабын оқып отырғанмын. Жалпы қазіргі уақытта 8 кітапты оқып жатырмын. Мүмкін 9, мүмкін 10. Яғни олардың ішінде біреуі бар. Мысалы 1-2 беттік кітап, тек қана 1-2 бетін оқимын болды. Мысалы как читать книги дейтін Баварияның кітабы бар. Ол жақтан мен тек қана 1 бет оқимын болды. Себебі одан артық оқысам,
уже қабылдамайды миын аны толыққанды қорытып ойланып түсінуге бір беттің өзі жарайды. Сол сияқты бір андай бірнеше кітаптарым бар. Бұл кітап яғни көркем әдебиет. Азамат Сағиев айтпақшы 70% көркем әдебиет, 30% тұлғалық даму. Бірақ менде 70% көркем әдебиет емес, тұлғалық даму болып отыр. Осындай. Жалпы манағы бірінші ойды өте керемет болған, өз кезегінде оқыған кезде ерекше әсер берді. Жалпы кітапты жақсы кітап былай. Енді сол осы кітаптарымды қазір оқимын. Яғни бір ары кетсе 15 минут, одан кейін ұйықтайтын боламын. Бүгінгі осы. Жалпы күн өте жақсы өтті, продуктивті. Тағы да үстіне қосатын нәрселер бар. Былай істесең жақсырақ болатын еді деген нәрселер бар. Бұны жайлап алдағы уақытта қосатын боламыз. А почему так? Күндік жоспар дайын. Сағат 9:58 болды. Джей Олердің физика полный курс кітабы 8 бет оқылды. Жалпы кітап жеңілден қиынға көшіп жатыр. Негізі жас кітап жақсырақ түсініп жатырмын, бірақ та қосымша ақпарат бәрібір керек. Сабақ бүгін бізде 11:10-да. Сабаққа уже шамалай шығу керек. Мына кітапты толыққанды бір қайталап, есіме түсіріп, одан кейін сабаққа шығатын боламын. Сабағыма шықтым, келесі күн. Бүгін сабақ біздің айтқанда 11:10-да басталады. Негізі қазір көріп шығар. Андай автобуспен көп кадрлар түсірілсе. Оберну влог.